Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді испанский чизкейк дайындаймыз. Ол үшін творожный сырға 3 штук жұмыртқа, қант және де ванильді қантты салып, біркелкі масса болғанша миксерлейміз. Үстіне қалған 2 штук жұмыртқамызды біртіндеп отырып қосып, миксерлеп аламыз. Жан-жағын лопатканың көмегімен жинап отырып миксерлеңіздер. Сол кезде шеттеріне шашыраған араласпай қалғандары біркелкі болып араласады. Енді үстіне сливкемізді құямыз. Творожный сыр мен сливки біріккенше ғана миксерлейміз. Одан кейін жүгері крахмалын саламыз. Біркелкі қоймалжың сметана тәрізді масса болғанша жақсылап миксерлейміз. Мінекей осындай болып шықты массамыз. Енді кальцомызды, формамызды дайындаймыз. Кальцоның астына фольга қағазын осылай орап, жиегіне пергамент қағазынан бортиктер жасаймыз, өйткені пісу барысында көтеріледі. Алдын ала қызып тұрған пеште толықтай дайын болғанша пісіріп аламыз. Мінекей көтеріліп тұр, ол суығаннан кейін басылады. Толықтай бөлме температурасында суытып, одан кейін холодильникке салып салқындатып қана формасына шешеміз. Қараңыздар, өте нәзік әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қаласаңыздар бетіне кез келген шоколадты ерітіп құйып ұсынсаңыздар да болады, немесе вафельная крошканы сеуіп ұсынуға да болады. Егер де кіші етіп жасаймын десеңіз испанский чизкейкті, осы видеоның астына инстаграм парақшамның ссылкасын қалдырамын. Сол инстаграм парақшама өтіп, сол жақтан испанский чизкейктің кіші размердегі рецебімен жасасаңыздар болады.